Ема достар, қалайсыңдар? Мен бүгін қандай аккаунтта тұр деп ойлайсыңдар? Конечно, ол біздің легенда досым Жан көкемнің деген қалай кетті. Короче, досым Жанның аккаунты. Бірі білмес, бірі білер. Короче, досым Жан деген кім десеңдер, ол біздің атақты ютуберіміз десек те болады, то есть или қалай айтушы еді. Бұл ютубер бізде енді Free Fire өкінішке орай тасып кетті деп айтайын ба, или тастамады деп айтайын ба. Бұл енді не істеймін енді, Free Fire анда-санда ойнайтын біздің ютубер досым Жан мырзамыз деп қояйыншы. Досым Жан мырза. Бүгін, короче, біз досым Жанның аккаунтын ұрлап аламыз десең. Прикиньте, привязкалар вообще жоқ. Қазір мен бәрін тіркеп аламын да аккаунт ұрлап аламын десең, қалжыңдай өтір айтамын. Біз бүгін аккаунтқа обзор жасайтын боламыз, достар. Бірінші очередь еркектен бастайық. Как көбісі менің аудиториямда бәрі еркектер қарайтындар. Қарап тұрсандар, бізде досым Жан көкемізде хип-хоп бар екен. Прикиньте. Пайди Сакура жоқ, я? Былай қарап тұрсаңыз ше. Иньям бар екен. Полный набор ма? 942 торс бар екен. Маған жетпейді екен. Менде 980 торс деп қоясың, мақтанып қояйын бізде енді. Мынау енді админнің жақсы көретін футболкасы дейсің ғой. Иә. Мынау тоже сол киетін. Короче, бұл аккаунтқа көп адамдар кіреді. Казахша болсын, Нұрс болсын, админ болсын, тағы да досым Жанның достары. Короче, вот мен қазір еркекке арнап сет құрағым келеді, бір өзімнің ойымнан. Бір нормально. Рагнарёк бар екен, прикиньте, достар. Рагнарёк бар екен. Менде алғым келеді Рагнарёк. Сендерге бір сұрақ қояйыншы, достар. Если осы Рагнарёкты олдовский нәрсені Free Fire'ға қайтадан үшінші рет шығаратын болса, сендер не істер едіңдер? Алушы ма едіңдер, әлде алмаушы едіңдер? Комментарияға жазып кетіңдер. Ренжімеңдер, мен дұрыс қазақша сөйлей алмаймын. Так что давайте лайк басып тіркеліп кетеміз, короче, видеоға. Видео ұнаса, енді лайк басып тіркеліп кетейік. Айтпақшы, біз жақында ғана 20 мың подписчикке жеттік. Так что давайте досым Жан үшін 30 мың подписчикке жеткізейік деп қойсаң, короче. Бізде осындай нәрсе бар. Қараңдар. Бұл маскалар, я? Бұл маскалар. Қазір біз қарап атқан нәрселер, бұл маскалар екен. Бұл жерде қарап тұрсаңдар, олдовский киімдер бар, олдовский ашылмаған мына жерде наборлар бар, достар. Прикиньте, 140 набор бар ашылмаған. Ема, прям топ. Ема, мына жерде голый человек тұр ғой. Так. Короче, мен осындай сет құрадым. Если досым Жанның аккаунты сендерге ұнайтын болса, давайте лайк басып комментария жазып кетейік. Бізде енді эмоция көретін боламыз. Бізде досым Жан көкенің аккаунтында 161 эмоция бар екен. Мынау неме тағы? Мынау андай ғой, я, типа группаға кірген кезде бірдеке істейтін. Аты қалай еді, ұмытып қалдым. Мынау бізде ортаңғы бірдеңкелер әйтеуір. Білмеймін не екен. Короче, движение дейді. Көкемізде движение жоқ екен. Коллекция дейді. Бізде рюкзак мынандай екен. Тіпті керемет. Вау. Менің аккаунтымда осындай золотой дракон бар. Мен қанша алмазға түсірді деп ойлайсыңдар осы драконды. Пайди, мен стримді күнде көріп жүрген адамдар білет осы драконды мен қанша алмазға түсіргенімді. Бұл драконды қайдан түсірем деп ойласаңдар, бұл драконды, конечно, пропустан түсіреміз, достар. Пропустан, мына жерде склад деген, склад деп оқырсың. Бір коробка бар, міне. Осындай жерде түсіреді. Бұрында осы жерден түсірушеді ғой? Жоқ, мен шатасып тұрмын. Мен наны түсірген екенмін ғой. Короче, достар, біз қазір осы аккаунтпен біз қазір рейтинг ойнайтын боламыз. Қалай ойлайсыңдар, мен рейтингті ташит етем ба? Или ташит етпейм ба? Короче, рейтинг хайлайт болады, достар. Айтпақшы, достар, сендерге айта кетейін, өкінішке орай менің екінші тиктогымды банға кетіріп тастады. Ол қалай болды, не болды деп ойласаңдар, экранда менде енді Каспи номер жазылып тұрады, сол үшін маған персональный данные деп бан берсат. Бір күн іште мен 3 рет бан алдым стримнан, потом стримнан кейін тағы да бан алғаннан кейін менің полный тиктогымды банға кетірді тикток. Сендер қалай ойлайсыңдар? Бұл шешімді дұрыс жасады ма тикток, әлде дұрыс емес па? Блин, мен өзім негізінде настроениемді түсірмеймін деп шештім. Настроениемді түсірмей қояйын деп шештім. Әлі де не бар деген сияқты әңгімелері бар ғой. Короче, қай жерден құласан да бірдеге, короче, бір мақал мәтел бар емес па? Оны кім білет, комментария жазып кетіңдерші, құрысын. Неге рейтинг басталмай жатыр?
Достар, короче, біз кірдік рейтиге. Бұл қарап тұрсаңдар, ешқандай бот емес. Ей, сүйкімсіз, түрін қарашы алыс. Мен әдемім, сенен қарағым. Көз тимесін. Мен сондай сұлумын, ебать. Ой, мына фамаздың эволюциясы ма десем мен? Ой, таста. Достар, кішкене, ана жерде ұзындыра баш бар екен ғой. Достар, бізде қазір ұзындыра башпен хайлайт. Юху. Деп қойсын, короче. Жиде адамдар атысып атыр. Біз болса, міне, қожа атысқа көштік. Менде, прикиньте, активный навык жоқ вообще. Ой, павияндар жоқ құрсын. Адам жоқ қой мына жерде. Ей, ақырын көке. Ей, ақырын. Ей, құрсын, дамой. Ойбай. Істеятсың көкем ау. Жатқан жатсынды айтсай. Құрсын. Соня мен ойнайтын адамдарға көз қарастарын қандай чат комментария жазып кетіңдерші, құдай үшін. А то серьезно айтайын. Өздері мен стримді тиктоктан қарап жүрген жасындар. Рангта ойнаған кезде, как всегда, мен біреудің басына, либо денесіне зажимать еткен кезде, алдымнан бір Соня шыға келеді, ал керек болса деп маған басыма беріп сайтын адамдар бар ғой. Ой, кешірім сұрайым, міне, осылай зажимать етесің. В общем, солай. Негімді ауыстырып сайын ма? Короче. Так. Біз енді келесі қайда барамыз? Оны енді арғарай көретін боласыздар да көксіңе. Қайда көтті қарасадар көтті. Бұл қызық. Біз әлі адам дұрыс таппадық. Вообще таппадық. Нәжет әйтеуір килдарды көріп тұрмын. Көп адамдардың килдарын. Так. Достар, комментарий жазсаңдар, келесі видеоны қандай тиктокермен, қандай ютубермен түсірсем болады. Және қандай видео түсірсем болады. Мысалы, пранк или басқа келдегі проверка өту деген сияқты. Так. Комментарияға өз мненияларыңды жазып кетіңдер. Так, менің упорымда адам. Ол адам мені өлтірер ме екен? Ей, қате дей мұнауың? Ұрдық қойды құрсын. Қазір ашқа бару керек наған. Мен вообще рейтинг ойнап отырмын ба? Ебіл. Классика ойнап отырмын ба? Өзім түсінбей отырмын. Мен шаг естігендей болдым. Намаз бақа дейді. Айттым ғой. Бля, мен қысылып қалдым, достар. Ей, через сенге атып атыр. Өлдім мен, сенген біреу ақ. Өлдім. Аха. Таста екі жағына екі ит қысып жерді ғой. Мәм, через сенге астауаған ит қой, иттер, бля, қай жермен ая болып жүрсіңдер, соны айтыңдаршы маған. Пиздес адам екесіне беттерін айтайын. Так, келесі бізде обзорымыз қызға кетеді. Біз қаз... Ох, ебать, сары клоун. Менде вообще клоун жоқ. Менде мынандай клоун бар. Қызыл клоун жоқ, менде. И көк клоун бар. Сары әдемі ғой, достар, мойнындандаршы. Ема. Менде видео қосылып тұрмай? Қосып тұрған. Еманың қарасаңдаршы. Достар, мен сендерге бірдеңе көрсетейін ба? Енді досым Жамбыратан ренжімейтін жар оған, иә. Досым Жамбыратан қарасаңдар қандай наборлар бар, пиздец наборлар бар деді. Ема, мен бағанда көрген кезде в шоке болдым, прикиньте, ебать. Потом менің жақсы көретін наборым тұр ғой, футбольный. Онан айтсаңдар, ашайын ба, ашпайын ба? Мен кигім кеп тұр, серьезно айтайын, шалбарын қатты кигім кеп тұр. Қатты ашқым кеп жатыр. Прям қатты. Мен көтім қышып қалған адаммын ғой, сол үшін ашамыз. Блин, досым жан мені көтімді айырмайтын шығар. Неге ашасың деп? Блин. Мама, мен реакциямды ұстай алмай жатырмын. Просто киімі топ қой. Ема. Натуре досым жан көке маған ұрсам екен. Білмеймін, короче. Ұрсатын болса мен жылап қалам. Натуре жылаймын. Ебай, мынаны қараңдар. Үстіне не кисе болады, мынаның үстіне не кисе қара водолазка мен кисе әдемі, иә. Вау, просто топ. Ема. Мынаны қараңдар, баста, вау, қандай нәрсе, чат, кімде бар мынандай нәрсе?
менде мысалы жоқ аккаунтыма. Мынаны қараңдар, пингвин дейді. Кімде мынандай пингвин бар достар? Мына қараңдар, ема базар унет. Мына қараңдар. Айтпақшы, мен бір набор көріп қалдым, бір шаш көріп қалдым. Ол шаш қайдек? Мына шаш, чё за шаш, ебать, мына қараңдар, чат. Шашын қараңдар, ема. Міне, осы шаш прям капец топ қой. Если осы шашты қосатын болса, чат, мен серьезно айтайын, осы шашты мен киетін болам. Ана көк шашты тастап, осы шашты киетін болам, серьезно айтайыншы. Ема. Қызға иньян жоқ екен, достар. Мен киіп алушы едім, бірақ қызға иньян жоқ екен. Мен вообще қызға иньян көріп тұрған жоқпын. Короче, вот. Если что, аккаунт ұнаса, давайте лайк пен комментарий жазамыз. И досым жанның және менің тиктогыма тіркеліп кетеміз. Так, мынаны киіп көрейік, ал. Ойбай, мама! Мына қыздың ішін қарасай құрысын, не болватыр? Ема, розы футболкалар жоқ, бар екен. Жарыспайды ғой құрысын. Дені дұрыс киім бар ма қыздарға? Дені дұрыс киім бар ма екен? Өкінішке орай жоқ екен деп қойыншы құрсын. Короче, осылай. Эволюция жасап бір кішкене, нетіп алайын, кішкене, бір андай. Андай болып алмайын ба, андай кішкене. Ертең осымен. Мама, ема, кайф. Досым жан көкенің жақсы көретін аватаркасы қараңдар. Ол не, розой түсті жақсы көре ма не? Ема. Мен қазір фон аватарканы ауыстырып тастайтын шығар қайтадан. Мына жерде олдовский фон аватаркалар бар ма екен? Осы хип-хоптың фон аватаркалар қандай? Комментария жазып кетіңдерші. Хип-хоптың фон аватаркалар бар ма өзі? Так, айтпақшы, гильдиясына обзор жасап кетпеймін ба? Так, бізде Досымжан көкке, ойбай, арыстандар дейсің ғой. Так, Досымжан көкке өле. 4 адам ба деп ойлап қалдым ма? Онлайн 4 деген. Чоза сантиметрлер мыналар? Чоза сантиметрлер мына? Шоумен дейді. Мама, шоуменді мен енді танимын, достар. Мен Гоатспет 200 мет, 200 гильдияса проверка өткен кезде мен шоуменді 5-2 ұтқан болатым. Ол видео менің ютубымда тұр, основной тиктогымда. Кензо дейді. Кензо деген кім, чат? Кензо деген танисыңдар ма? Сакра аккаунты бар екен. Тут улан дейді. Дига дейді. Мама, олдовский аккаунттар көп қой. Кюзер Айдар дейді. Науда олдовский аккаунт екен, лайк басып кетейін. Кюзер Хан дейді. Өлеңке дейді. Акума дейді. Қыз ба ол ма? Луна дейді. Ебайт, 30 күн кірмеген, но сонда да гильдиядан кек алмаған, прикиньте. Пиздец. Ангел дейді. Ема, достар. Короче, бұл гильдияда досым жанды тастамайтын игроктар ғой. Шымпумба дейді. Мына Шымпумбаға ренжіп қалған. Чақпас. Сая дейді. Айнура дейді. Айнура деген Садуа ғой, Садуа. Байкен дейді. Айко дейді. Айко жаным, ама не офицер беріп қоймайсыңдар ма мен Айкома? Кетші дейді. Мен Айкома офицер беріп қоймайсыңдар ма? Так, сонымен достар, видео ұнаса лайк басып комментарий жазып кетіңдер. Бізде видео аяқталды. Так, келесі видео қандай болады оны білмеймін, енді комментария жазып кетіңдер. Сендерде идея бар шығар. Менде енді идея жоқ ютубқа түсіретін. Вот солай, короче. Келесі видеоны қандай тиктокермен, қандай ютубермен, или гильдиямның, өзімнің гильдиям балармен видео стримба комментария жазып кетіңдер. Всем пока-пока, всем удачи, достар. Сау болыңдар. Сау болыңдар, достар. Ю.